Бірде ауылда тұратын ағам шөл қысып, су іше беріп, желкі жаға тартып, иықтары сырқырап жүргенін үнемі айта беретін. Тамақ көп ішіп қойса, қан қысымы 140-тан асып түсетін. Сосын маған үнемі арқасына массаж жасатып қоятын еді. Жасы небәрі 30-дан асқан. Жап-жас болып, қайдағы давление бұларды деп, үлкендерді сөйлеп қалатынын естіп қалушы едім. Өзі де сол уақыттары аяғын сындырып, депрессияда жүрген кездер еді. Бала шағасы бар тұғын. Ішінен мүмкін соларды қалай асыраймын деген уайымы болған шығар. Бірақ ризық беруші Аллах тағала тірі жандысын аш қалдырмас деп өзін өзі жұбатып қоюшы еді. Сонымен күндер өтіп, дәрігерге қаралғанда қант диабеті деп диагноз қойып беріпті. Бұл қант диабетінің басты себептерінің бірі ол стресс, уайым, депрессия екенін сол кезде ұқтым. Жалпы бүкіл аурудың бастамасы адамның көңіл күйіне байланысты. Адам күлкімен, бақытты шағымен, қатерлі ісіктен де жазылып кетуі мүмкін екен. Негізінде адам өзін-өзі жақсы сезіну үшін жарты жылда болса да бір рет қант құрамындағы қант деңгейін тексертіп, қалыпты жағдайда екеніне көз жеткізіп отырғаны абзал. Егер өміріңізде қозғалыс аз болса, күнделікті жеген тамағыңыз дұрыс болмаса, немесе тұқым қуалаушылыққа байланысты қант диабеті пайда болуы мүмкін. Достар, 94% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Егер сізді шөл қысса, қан қысымы көтерілсе, әлсіздік басса, онда қант диабеті болуы мүмкін. Тез арада дәрігерге көрінуіңіз қажет. Қант диабеті ұйқы безі инсулинді жеткіліксіз өндіргенде, немесе организм өзі шығаратын инсулинді тиімді пайдалана алмағанда дамитын созылмалы ауру. Ал инсулин қандағы қант деңгейін реттейтін гормон. Түбінде гипергликемия немесе қандағы қант деңгейінің жоғарылауы организмнің көп жүйесіне, әсіресе нервтер мен қан тамырларына айтарлықтай зиян келтіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жазуынша 2014 жылы 18 және одан жоғары жастағы ересек тұрғындар арасында диабетпен ауыру 8,5%-ді құраған. 2016 жылы қант диабеті салдарынан 1,6 миллион адам қайтыс болған екен. Қант диабетінің бірнеше түрі бар. Бірінші түрі бұл ұйқы безінің өздігінен инсулин өндіре алмауы, салдарынан қан құрамында осы гормонның тапшылығы туындауы. Бұл көбіне жас адамдарда кездеседі. Қант диабетінің екінші түрі бұл ең көп таралған түрі. Ол ұйқы безі тым көп инсулин түзіп, бірақ глюкоза молекуласының ағза жасушаларына жеткізілуін қамтамасыз ете алмауы кезінде туындайды. Глюкоза бұл энергетикалық көзі, ол машинадағы бензин секілді энергия береді. Егер қандағы инсулин жұмыс істемесе, ол ағзада жеткіліксіз деңгейде болса, онда глюкоза жасушаларға жетпейді. Соның салдарынан жасуша жұмыс істей алмайды. Ол кейбір жасушаларға қарапайым диффузия жолы арқылы түсе алады. Ол жасушаға еніп, бір бөліктен екіншісіне өтеді. Сондай-ақ глюкоза өздігінен жете алмайтын жасушалар да бар. Олар ақуыз жеткізуі керек. Гестациялық қант диабеті. Ол тек жүкті әйелдерде кездеседі. Босанғаннан кейін көміртек алмасуы қалпына келіп жатқан кезде оның жоғалуы жиі болады. Бірақ қант диабетінің екінші түріне айналуы да мүмкін. Сонымен қатар, генетикалық ақаулар салдарынан туындайтын қант диабетінің басқа да айрықша түрлері кездесіп жатады. Бірақ ол сирек кездесетін жағдай. Ендеше осы қант диабетінің емін ғылыми деректерге байланысты емдік шөптер арқылы азайтуға болатынын көрсетеміз. Яғни, емдік шөптерден тұнба жасап, қандағы қант мөлшерін азайту жолдарын көрсетеміз. Тұнба бүгінгі ең тиімді әрі қолжетімді дәрі. Оның қауіпсіздігі өз алдына, бастысы дұрыс дайындап, уақытылы ішсеңіз болғаны. Тұнба адамның саулығына да, сұлулығына да таптырмайтын емдік әдіс. Оның пайдасы орасан зор.
Біз ұсынып отырған әдіске қолданатын шөптің құрғағы да, балғыны да жарай береді. Одан бөлек, бұл емдік шөптерді кез келген дәріханадан немесе базардан таба аласыз. Сонымен, қандағы қанттың мөлшерін қалпына келтіретін емдік шөптермен танысып алайық. Оның емдік қасиеті, пайдасы туралы айтамыз. Сонан соң, қалай дайындап ішу керектігіне тоқталамыз. Назарларыңыз бізде болсын. Бойдана, яғни хилба, Еуропа және Оңтүстік Азияда өсетін бір жылдық өсімдік. Оны дәмдеуші ретінде батыс асханалары қолданады, ал медицинада емдік шөп ретінде кеңінен танымал. Бойдана пажиттік өсімдік холестеринді реттейді, гастритті ағзаның қабынуын және бауыр ауруларын емдейді. Ал құрамындағы кумарин және никотин қышқалы диабет ауруының алдын алып, қандағы қант мөлшерін қалпына келтіруге қабілетті. Қабылдау мөлшері алдын ала дайындалған тұнбаны күніне бір рет, бір шыныдан ішесіз. Емделу мерзімі 1 ай, 1 апта үзіліс жасап, екінші рет тағы қайталайсыз. 2 курс емнен соң диабет ауруын мүлде ұмытасыз. Адам тамыры, яғни женьшень, қанттың мөлшерін реттейтін емдік шөп. Оның құрамындағы паноксан ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне, қандағы қанттың мөлшерін қалпына келтіруге қабілетті. Бұл шөп инсулин өндірісіне көмектеседі. Әлдеқайда көп қолданылуға керек. Капсулада да қолдануға да болатын дәрілік шөп. Қабылдау мөлшері адам тамырды женьшень дайындалған тұнбаны күніне 1 рет 1 шыныдан ішесіз. Емделу ұзақтығы 3 ай, арадай 1 ай үзіліс жасап, қайтадан жалғастыруға болады. Түймедақ, ромашка, кеңінен танымал 1 жылдық өсімдік. Оның емдік қасиетін тізіп, тауыса алмайтынымыз анық. Десе де, диабет ауруына керемет ем екенін біле жүріңіз. Түймедақ ас қорыту жолдарын, тамақ, тыныс алу жолдарын емдеуге қабілетті. Одан бөлек, ұйқысыздық ауруын, ревматизм, зардаптарын, геморройды емдей алады. Ең бастысы, қандағы қант мөлшерін қалпына келтіреді. Ал құрамындағы глюкоген заты бауыр мен ұйқы безі аурудан қорғайтын қызмет атқарады. Қабылдау мөлшері түймедақ тұнбасын күніне 2 рет 1 шыныдан ішесіз. Енді тамақтан соң қабылдау керек. Көк шай инсулиннің қызметін атқарады. Бұл туралы көпшілігіміз естімегенде болармыз. Алайда көк шайдың диабет дертіне тосқауыл қоятын қасиеті де бар екен. Аталған сусын қанттың мөлшерін төмендетіп, ағзаның жұмысын жақсартады. Қабылдау мөлшері күніне 3 рет көк шай демдеп ішіңіз. Егер 2 ай бойы үзбей ішетін болсаңыз, саулығыңыз жақсарып, сұлулығыңыз артады. Ескеріңіз, көк шайды аш қарынға мүлде ішуге болмайды. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.